Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз қазақ тілінің 4-ші сыныбының 49-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамыздан сендер математика және қазақ тілінің сабақтарын толық оқып, өздерің жауаптарын тауып, дәптерлеріңе жазып алып, өздерің сабақтарыңды оқи аласыңдар, балалар. Сол үшін, балалар, біздің арнамызға подписаться етуді ұмытпаңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық, иә? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мамандықтың бәрі жақсы. Сөз және оның мағынасы. Мәтіннен синоним, антоним, амонимдерді табамын. Сөз мағынасын ажыратамын. Балалар, сендер кез келген сөз не заттың, не қимылдың, не сапаның, не санның атауы екенін жақсы білесіңдер. Дүние, әлем туралы білімдеріңнің мол болуы сөз мағынасымен тікелей байланысты. Сөздің мағынасын дұрыс түсініп білетін болсаңдар, қоршаған ортаны да жақсы біліп танисыңдар. Сонымен балалар, бізде бүгін бірінші жаттығуды бастайық, иә? Берілген кесте бойынша сөздердің мағынасы туралы ойларыңды қорытыңдар дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде кестеде синоним, антоним, амонимдер туралы берілген екен, иә? Синоним мәндес сөздер, антоним мағынасы қарама-қарсы сөздер, амоним дыбысталуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер. Яғни балалар, айтатын болсақ, мысалы, синоним мағынасы жағынан бір-біріне жақын сөздер. Мысалы, қысқа, келте, шолақ, немесе мықты, берік, күшті, және де сыйлау, қадірлеу, құрметтеу деген сияқты, иә? Мағыналары бір-біріне жақын, бірақ жазылулары әртүрлі екен. Екінші бізде балалар, ол антоним. Антоним тіліміздегі кейбір сөздердің мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мысалы, ұзын, қысқа, жеңіл, қиын, қара, ақ, ыстық, жылы, иә? Ал үшінші бізде амоним сөздер. Тіліміздегі кейбір сөздердің дыбысталуы бірдей болғанымен мағыналары бөлек сөздер. Мысалы, ай түнде жарық сәуле беріп тұратын планета. Ай жылдың 12-ден бір бөлігін қамтитын мезгіл, иә? Мысалы, қараша айы деп айтып жатамыз ғой. Және де, мысалы, ара, иә? Ара жәндік және ара құрал бар, иә, балалар? Келесі бізде балалар, екінші жаттығу, берілген сөздерді мағынасына қарай жікте дейді. Бұл сөздердің қай мамандыққа қатысы болуы мүмкін. Педагог, ұстаз, мұғалім, тәрбиеші, ұшақ, жылдам, жоғары, баяу, төмен, музыка кілті, аспап қорабының кілті дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде бірінші педагог сөзі, ұстаз, мұғалім, тәрбиеші деп синоним сөздер бола алады екен, иә? Бұл оқытушы мамандығына байланысты айтылып тұр екен. Келесі бізде жылдам, баяу, жоғары, төмен деген антоним сөздер болады екен, иә, балалар? Және де бұл бізде ұшқыш мамандығына қатысты айтылып тұр екен. Келесі бізде музыка кілті, аспап қорабының кілті. Бұл бізде балалар амоним сөздер екен, иә? Яғни кілт сөзіне бізде екі түрлі мағына беріп тұр. Және де балалар, бұл музыкантқа байланысты екен, иә? Музыкант мамандығына байланысты екен. Келесі бізде үшінші жаттығу, сурет пен тірек сөздерді пайдаланып, 2-3 сөйлем құрастырып жаз. Берілген сөздер сөз мағынасының қай түріне жатады дейді. Тағам, мысалы, тәтті, ащы, ыстық, суық, қою, сұйық, қатты, жұмсақ. Бір-біріңе тексеріп жіберілген қателерді анықтаңдар дейді. Енді балалар, біз бірінші 2-3 сөйлем құрастыруымыз керек екен, иә, балалар? Бірінші мысалы, менің анам тағамдарды өте тәтті етіп әзірлейді. Тәтті сөзі, иә? Келесі бізде, егер етті ұзақ қайнатпаса, ол қатты болып піседі. Келесі, біздің ағамыз қою тағамдарды ұнатады. Қою сөзі, иә, балалар? Енді балалар, бұл жерде тәтті, ащы, ыстық, суық, қатты, жұмсақ, қою, сұйық сөздері мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Яғни антоним сөздер екен, иә, балалар? Келесі бізде 4-ші жаттығу, мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжа дейді. Содан соң болжамыңды мәтіннің мазмұнымен салыстыр дейді. Балалар, бізде мәтіннің тақырыбы теңізші, иә? Менің ойымша, бұл жерде теңізші мамандығы туралы айтылады, иә? Теңізші мамандығы қандай қиыншылықтарды көреді, теңізші болу үшін қандай болу керек екенін туралы айтатын сияқты. Енді мәтіннің өзін оқып көрейік, иә? Теңізші мамандығы әр нәрсеге әуесқой, елгезек, ержүрек балаларды ерте замандардан бері қызықтырумен келеді. Теңізші мамандығы өте қиын да қатерлі. Аспан айналып жерге түскен ыстықта да, сақылдаған сарайызда да, көзге түртсе көргісіз тас қараңғыда да,
аяғының асты көрінбейтін соқыр тұманда да, сұрапыл дауылдарда да, буырқаған таудай толқындар кемені көкке атып, қақпақыл ойнаған сәттерде де теңізші өз орнында жұмыс үстінде болады. Сондықтан теңізшілер өжет, батыл, өз ісіне тиянақты болуы қажет. Ол кім? Бұл не кітабынан? Енді балалар бізге мәтіннен синонимдерді тап, қарамен жазылған сөздердің антонимдерін тап дейді. Енді балалар, бұл жерде синоним сөздер мыналар екен, балалар. Бірінші бізде әуесқой, елгезек, өжет деген сөздер бір-біріне синоним болады екен. Ал келесі ержүрек, батыл деген сөздер бір-біріне синоним болады екен. Осындай синонимдес сөздер бар екен. Енді балалар, бұл жерде қарамен жазылған бірінші сөз қиын сөз, оған антоним оңай сөз екен. Ыстықта антонимі суықта, қараңғыда антонимі жарықта болады екен, балалар. Енді келесі бізде 5-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Желкенді қайықтарды дұрыс орналастырсаң, теңізшілер ұнататын сөйлемді оқисың дейді. Яғни т, дық, тыл, ба, ңіз, те, д, та, на, о деген бізде бөліп берілген екен, бұл жерде сөйлем. Сол сөйлемді құрастырып жазуымыз керек екен. Яғни бұл жерде мынандай сөйлем шығады екен. Теңіз батылдықты ұнатады. Дәл осы сөйлемді дәптерлеріңе көшіріп жазып алыңдар. Келесі бізде балалар 6-шы жаттығу ойлан тап ойыны. Ойынның шарты бізде мұғалім амоним сөздің бірінші мағынасына жұмбақты өзі құрастырып айтса, оқушылар кезекпен келесі мағынасын табуды жалғастырып жатты. Кезек саған да келді. Мұғалім, мен бөрене тілер құралымын деп жасырса, сен ара сөзінің келесі мағынасына жұмбақты қалай жалғастырар едің? Мысалы, балалар, бұл жерде біз амоним сөздер туралы айтып жатырмыз, балалар. Яғни, мен бөрене тілер құралымын деген бұл жерде ара, яғни ара сөзінің біз амонимін айтып жатырмыз. Яғни, бірінші сөз ара бізде бөрене тілер құрал болса, келесі қандай мағынада жұмбақ айтуға болады. Мысалы, балалар, бізде беретұғын балы бар, шағып алса зәрі бар. Бұл бізде ара екен, яғни жәндік туралы айтып тұрмыз. Яғни амоним сөздер бізде осылай жалғастырсақ болады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Біздің арнамыздан сендер қазақ тіліне басқа математика сабақтарының толық жауаптарын қарап, өздерің таппаған жауаптардың барлығын іздеп тауып, сабақтарыңды 5-ке оқи аласыңдар. Балалар, подписаться деген қоңыраушаны басқаннан кейін, бізде қоңыраушаны да қасында тұрған басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар.